Қайырлы күн, тыңдармандарым, көркемнің әңгімелеріне қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыра отырыңыздар. Авторы Ғани Бесен, татар келін. Бала кезім ғой, күн ұзақ, үй көрмей ойын ойнайтын. Жаман велосипедті мініп алып, бір топ бала өзенге келетінбіз деп сөзін бастады келесі бір сұхбаттасым. Ол заманның кеңшіл тұсы, қадірлеп, үкілеп келген ксромыздың соңғы тұяғы серпітіп, соңғы 5 жыл еді. Бір күні сондай ойынан келсем, біздің үйдің алдында үлкен жүк көлігі тұр. Бала емес бізбе, қызық көріп жетіп бардық. Сөйтсем, біздің үйдің жанындағы үйге әлде біреу көшіп келіп жатыр екен. Жүк түсіріп, көмектесіп болып жүрміз. Біраз бала қойсын ба, жарты сағатта жүк көліктің астан кестенін шығардық. Сөйтіп ойда жоқта 3 жыл қаңырап бос тұрған көршіге жаңа көршім пайда болды. Менің мамамның сол баяғы аңқылдаған ақ көңілі. Еркекті інім деп, қатынды келім деп тамаққа шақырып араласып кетті. Екі сөзінің бірі балам, көршіңмен жақсы бол дегені бар. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деген. Мына жігіт енді менің інім болса, мына келіншек келінім болады. Қазақтың бәрі бір-біріне бауыр балам. Келін ғой, таза қазақ емес, бірақ мына бала қазақтың баласы. Демек бұл келіншек менің келінім деп тоңқылама жауап бергені бар. Өйткені танымайтын адамды інім дегеніңіз бар деп томсырайғаным. Міне осылайша Құдай бізге көрші берді. Құрсын, көрші болғанда қандай бұлшық еттері бұлтиған аға мен шексіз сұлулықтың есі болған жеңеше берді. Бұл менің сонау 7-ші сыныпты бітіріп 8-ге аяқ басқан кезім. Айттым ғой, мамамның ақ көңілдігі бәрінен асып түсті. 2-3 күннің бірінде әлгі келіншекті шайға шақырып, сүтті шайды қонжитатын. Тіпті мамам татардың қызы дегеніне татар келінде ат қойта қойып үлгеріпті. Сонан болар, бұл келіншек біздің үйге үйреніп, мамамның іші бауырына кіріп алды. Өзі осы Тараздың қызымын дейді. Ағамыз сонау Орал жақтікі. Құдай қосса, шараң бар ма, екеуі де бір реттен ажырасып, екінші бақ деп бір-бірін тапқандар екен. Ағамыздың біріншісінің соңында бір ұл кеткен дейді. Келіншекте бала жоқ. Табысқандарына 2 жылдың жүзі болыпты. Әрине, мұның бәрі шай үстінде татар келінің аузынан естігенмін. Оның басқасының бәрі жұмбақ дейтінім, сүйіспегенге амал жоқ. Қос анары бұлтиған өте әдемі келіншек. Мына жындығы қайдан еріп жүргені дерсің. Жынды дейтінім ағамыздың бір бетке тентек екені көзге ұрып тұрады. Сосын бұл жеңгеміздің киім үлгісі де ерекше. Қазақша кейіппен бұзбаған. Менің ауылының ерекше киінетін. Айтпақшы, қандай киім кисе де құлпырып шыға келетін. Тіпті ештеңе кимей жалаңаш жүрсе де жарасатын сияқты. Тфәй, бала болсам да осыған аңғарғанымда әлде ерте есейдім бе білмеймін. Көз алмай соңынан ұрын қарап жүргенімде 9-ды бітіріп 10-ға жеттім. Бұл келіншек онан сайын сұлуланып түсті. Жасы қаншада десеңіз, ол бақандай 10 жасқа үлкен. Мен 15-те, ол 25-те. Нағыз құшағында қайнататын жаста. Міне, мені осы ой басқалша қаштырды. Құдай ұрды ғой мені. Ұрғанда тас төбемнен қос қолдап ұрды. Өзіммен 10 жас үлкен келіншекке осылайша ғашық боп тындым. Тіпті қарым қатынасымыз терезенің жарығы сөнсе қызғанатынды шығардым. Онан әрі қияли өрбейім. Жарықты сөндіріп тастап, ағамның құшағына алып береді. Ол анық. Ұрын барып қарасам ба екен. Құрсын, керек емес. Ағамыз көріп қалса ұрып өлтірер. Анау шойын жұдырықты жесем, жаман аман қалуым екі талай. Сол жерде шыбын тартпай жаны көкке ұшып кетуі мүмкін. Бірақ бұл менің ойым ғана. Қыз құшағын көрмеген соң қызық маған. Құрмағым
Сен қаймақпай жөніңе жат, жөніңе қақпасыңа бұратын неме, ағам білсем мойында үзіп алар деп ұқтың ба сен? Бірақ жаулы пердеден сығалап тағы да қарадым. Анау қараңғы қапастың ішінде не боп жатыр екен? Күйбеңдеген қол тіршілік шығар, тым болмаса сүлбесі көрінсе ғой. Қысқасы сол ағамның орнына өзімді қойып ұйықтап кетіппін. Таңғажайып түстер көрдім. Татар келінді тырдай жалаңаштап тығылып жатыр екенмін. Өзінде 4 аяғаңдап қойыппын. Онан төңкерілген қос анары бар емес пе? Қолтығының астынан басымды тығып, соны сорып жатырмын. Бірде оңынан, бірде солынан. Ойбу, құрды ғой бәрі. Өйткені оянып кеттім. Шомылымызға амал жоқ. Күш қайратың осындай былығы бар да, несін жасырайын. Есі дұрыс еркек атаулының бәрін басынан өткереді ғой мұны. Қазіргі ол қыз көрседе, қызыл көрседе міз бақпай тұратыны. Ол кезде енді оны қысқасы бүлініп бүлдіріп жүргенің. Жуынып болып қалағанымда мамамның дауысы шықты. Әне кетті дейсің. Күнім, жарығым, құлыным, өмірім. Құлағым үйреніп, етім өліп кеткен сөздер ғой бұл. Өйткені күннің 100 рет қайталамаса шай батпайды. Ау мама, қазір міне сүртініп алайын, іше беріңіз. Шайың суып қалды. Суған шай бола ма деген мамам әлде кіммен күбірлесе кетті. Зып беріп жетіп келдім. Мәссаған, татар келін отыр. Аңдығаны мен сияқты осының. Соңғы кезде көз қарасы да басқаша көрініп жүр. Оның үстінде өткенде секундтай қызың бар ма деп сұрағанын қайтерсің. Сонымен не ойы бар? Апау, асығыспын, нан ауыз тисем жетер. Кешке ініңізді жұмысынан қонақ келетін еді. Соған Сакон маған көмектессе, үйдің біраздан кестені шығарып тазаласам дейм. Мамам не десін, түске дейін бітірсең болды. Сабағына кеш қалмасын деп сыртымнан сатып салды. Қызық екен өздері. Мені әлі бармаған ба жоқ па, мені сұрамай қалай ғана айтып отыр екен. Тәп қазір қолым ауырып отыр десем бітті. Мамам мені өлсе де жібермейді, бірақ қалайша бармаймын дей аламын. Соңына ере бердім. Тәпішкесін тырсылдатқан жеңешем үйіне әкелді. Жүгіріп жүріп біраз шаруаны тындырдық. Міне, айтып бем. Менің үйіме қарама-қарсы бөлмесінде кең керует тұр. Талай тәтті түннің куәсі ғой бұл керует. Түнде жарықтықты сөндірген соң біраз ойқасқан шығар. Мен оны бұрында білетінмін. Өйткені мамамның сұраған соң соңына еріп талай көмекке келгем. Тіпті есімде жоқ. Соңғы 3 жылда 30 рет келсем керек. Қысқасы байдың бастықтары келеді екен. Мықты дайындық жасады. Ал енді шайдың шала балады ғой. Шай ішек дегенде жеңешем ас бөлмеге зып берді. Онан жатын бөлмесіне жүгірді. Құдай-ау, көзім шықсын. Жұқа сылбыр халаттың ішінен әппақ киіп келді. Ол аздай келте халаттың ортаңғы 2 ақ түймесі ілініпті. Қаласың жоғарыдан қара, мен мұндалап қос анары тұр. Ол аз десең төменнен қара, жарық немесе жылғасы бар. Шет жағасы көрініп әппақ сандары жылтырап тұр. Бұл не сонда? Әдейі ме әлде болып болғаны осы ма? Басының орамалын тастамайтын менің мамамның алдында мынауың бір жүрген жүзекше ғой. Иә, натура таза жүзекшенің киімі. Мен мұнда киімді шетел киноларында ғана көргем. Ол да кеңес өкіметінің қабырғасы сөгіле бастағанда. Айтқандай, мен 10-шы бітіретін жылы кеңес өкіметі құлап, коммунистер өре қашады ғой. Қашпағаны билік айырылып бишара күйге түсті. Сонан болар, бір жылдары бай тұрған біздің совхоздың берекесі кеткен жыл.
Сосын заман сол заман болса да адам өзгере бастаған кез еді. Міне осындай алуға далдауға менің балалық шағым тұспа-тұс келді. Бірақ енді біз демократияға ел болмақпыз. Аузыңа не келді айт, ойыңа не келсе де істе. Ешкім қой демейді, өйткені демократия деген қате түсінік қалыптасты. Әрбір сол демократияға қоя тұрып, жеңешемнің шайын айтсаңшы, шай құйған саусақтарын айтсаңшы. Құрсын, 5 саусағын тырнағы 5 түрлі, 5-шісі қызыл, 2-шісі сары, 3-шісі жасыл. Сорлы, басым мен мұндайды көрмеппем. Қой, болмайды бұл. Мынауым точно жәлеп. Мына қолымнан шай ішу деген қандай жеркенішті маған. Есім барда елімді табайын. Мамамнан қалған сүтті шаймен таба, нанға май жағып жейін. Мектебіме зытайын. Есің барда еліңді таб ақымақ. Ал жеңеше мені жіберер емес. Отырсай, сакон отыршы, әңгіме айтайық дейді. Ойбай көтек, әңгімесі несі мынаның? Екеуміз не әңгіме айтуымыз керек? Отырайын енді сенмен өсек соғып. Мектепке кетуім керек жеңеше деп мінгірледім, алайда ол мені жібермеді. Менің шайымнен ішпесең ренжеймін деп бұртиды. Өзінің болып болғаны осы меді әлде еркелігіме білдірді ме? Шай біткенше басымды айналдырды, сұрақтарды үсті-үстіне үйіп төкті. Соңында мындандай сөзімен шошып тастады. Сако, сен енді жігітсің ғой, жасың 17-ге кеп қалды. Әне міне дегенше мектебіңді бітіресің. Сұрайын дегенім, осы жасқа кеп қызбен болып көрдің бе дейді. Ойбай деп аударылып түстім, бірақ осы сөзі менің бетімді ашты. Бет ашылған соң көт ашылды. Жезөкше деген жезөкше тағылы түсті. Тек ағамның көлеңкесінен қорқып шыдап жүрдім. Ал татар жеңешем соңыма түсіп алды. Осылайша арамызда ит пен мысық ойыны басталды. Соңында мамама ештеңе айтпаймын, жігіттік сөзім деп уәдемді алды. Сонымен қыз құшағына құлайтын күні жақындай түсті. Осы келіншектің омырауының аузымның су ағып жүргенде 10-шы сыныпта аяқ бастым деп шынымен де соңғы 5-6 айда мені бір желік басты. Оны өзімде осы келіншекте аңғарған. Тек хабарсыз боп бейғам жүрген менің мамам ғана. Сол баяғы қолыным күнім жарығым деп татар келіні көмек сұраса жүгірте салатын. Оның үстіне көрші келіншек қыз баласы. Байының қолы жұмыстан босамайды. Күнімен де, кейде түнімен де жұмыста. Көмек беріп тұр балам. Мына қаңғырып бос тұрған үйдің осылар келіп сәні кірді. Көршінің болғаны қандай жақсы деген сөздерімен мені айдап салғаны өзі де аңғармады. Оған үйреніп алған көршім онан сайын бұлдана түсті. Өйткені үйге келгенде басына орамалын тағып, ұзын халатын киіп кетсе, кейін барған соң шешіп лақтырып, келте шолақ халат киіп шығатын. Оған мұрныма иіс кеп, үміттеніп құлап жүрген мен сорлыны саған қашан жетеді екенмін деп ой басатын. Ех, шіркін, тартып барады ғой тартып. Төңкерілген қос анарын айтсаңшы, бүлкілдеген Боранбайды айтсаңшы. Бірақ мен күннің бір күнінде осыншама сұлықтың иесі болатыныма сенімім мол еді. Оған себеп те жоқ емес. Басты себеп жеңешемнің қызық сөздері еді. Құрсын, бұл не айтпайды дейсің? Қызбен болып көрдің бе дегеннен бастап тіпті бірнеше позаларды, соның ішінде өзі айтқан 4 таған позасын сөз қылуы еді. Әрине мұның бәрі менің көз алдымнан өтпей қоймады. Қысқасы, осындай сөздердің соңынан ақ шай тамағы тамақ болмай бұтымды басып отыратынмын. Басқа амалым жоқ. Өйткені сол кезде айғыр болмаса да құнаным туылап кететін. Мұны жеңешем біледі. Тіпті алай-дүлей боп тұрма деп сұрап,
мазақ қылады. Мен сорлыда дәрмен жоқ, ұялып отырамын. Қайтейін, әлі бетім ашылмаған баламын. Енді ғана 17-ге аяқ басқамын ғой. Қаланың көкжалыда емеспін. Ауылдың ашық ауыз баласымын. Бірақ міне аз қалды. Секундай шыда. Түс деп өзім жұбатып жүргенімде жылдан асты. Ал балапанымның басын сипап арпалысқан 2-3 жыл болды. Оның несін жасырайын. Сөйтіп жүргенде бұл жеңешем тағы да келді. Апау, секундта маған көмектесінші дейді. Апам не десін, огородқа отырған жерінен айғайға басты. Бара ғой балам, жеңешеге көмектес. Магнитофонды өшіріп кет дейді. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Тапа-тал түсте келіп тұр. Ағамыздың уаз мінгелі апталап кететіні бар. Сол уаздың бары жоғына ол кісі қайда жүргенін білетімін. Демек бүгін 4-ші күн. Есік алдында уаз көрінбейді. Жеңешемнің шөлдеп жүргені анық, сәті кеп тұрған шығар. Қорықпа, Сако, қорықпа. Құлыныңды қоратан шығарда басын бос қой, шаршағанша шапсын. Сосын жауабын шешіп, лақтырда айдалды босатып жібер, соңына ердім. Әдеттегідей үй ішінің тірлігі. Мына киім ілгішті, мына қабырғаға қағып берші дейді. Ой, осы да жұмыс болып па? Бұл қабырғаға өзіңізде қағармын, әлі де іштей сыбырладым. Ал енді жеңешем ойында бастады. Үстелге шыққаным сол еді, құшақтап алып, құлап кетпеші, Сакош дейді. Үнім өшті, тамағым құрғап жабысып қалды. Не дерімді білмей қатты састым. Құрсын, жеңешем қапсырап күтісті. Құлын ойқастап құтырып кетті. Мойыннан иіскеп алайын. Осы тұрғанда дейді ме өзі тартып. Ойбай өлдім. Қолы қайда жүр құрсын? Ой, жігіт болыпсың. Мынауың норма ғой дейді. Жұлқынып бердім. Сонан соң атып далаға шығып жөніме кеттім. Жеңешем сыбырлап үлгерді. Ей, апама айтып қойма, қалжың ғой. Айтпайсың, иә, ақылдысың сен, секундтай дейді. Зымырап үйге жеттім. Мамам әлі сол огородта отыр. Күйбең тірлік бітпесе де, таңертеңнен қыбыр үйде. Көзін ала беріп, бір қырыңдап, ішке зып бердім. Әрбір болғанда мамам байқамай қалды. Көрсе ұят қой, құлыным қасқайып, қысқа шортидан кәдімгідей кісінеп тұр. Жүгіріп терезеге үңілдім. Жеңешемде қарап тұр. Сұқ саусағын аузына басты. Бұл енді ешкімге айтпа дегенін түсіндім. Бірақ сол сәтте кім ойлапты, осы екі терезе екеуміздің қылмысымыздың талай куәсі боларын. Балапанның басынан бір ұрып жата кеттім. Онан өзімді сөге бастадым. Шортсың, Сако, шортсың деп қоям. Өйткені тағы да бір мүмкіндікті жіберіп алдың. Тіпті басынан сипадыман еғылды өзі есме түспей жатыр. Кришам қисайып, шатырым шайқалып қалды. Өзім ұрысып әлек болып жатқанымда шәй ішіп құлыным деген мамамның дауысы шықты. Демімді басып кеп отыра кеттім. Көп өтпей татар келіні көрінді. Мамам тағы да шайға шақырды. Жаңағы ішкеніме апам да қипақтап кеп отыра қалды. Өзірі әңгімелері басталды. Кәдімгідей ұзын халадақ орамалмен келіпті. Көзбен тінту басталды. Жалаңаш жуындырған мініп алып шауып бердім. Ақтер көктер шықты. Батырмын ғой, өзімде батырмын деп. Оның үйіне барсам, чортекпен таза чортпын. Өзіме ашуым келді. Кедісі де шанстып жібермеймін. Жіберсем Сако деген атым үшін. Бас салып құлынымды қонжитамын дедім. Айтқандай осы келіншек келгелі сабағым жөнінде қалды. 5-ім 3-ке, 4-ім 2-ке айналды. Үймелеген кластың қыздары қызықсыз боп бара жатты. Бар ойлағаным мына келіншектің бар бейі ғана болды. Әдеміше өзі, сүйкімді қылықты бар ғой. Неге мен тупедетіп жүрмін осы? Балалығым ғой, балалығым. Ойымды бөліп әдеттегіндей. Мамамның сұрауы басталды. Балам, осы аптада нағашы ағаның жылы ғой, бармаса ұят болар. Ертең
Жоқ, арғы күні кетеміз, 3-4 күн сонда келеміз. Аш қалсаң мына жеңешең айтарсың, өзі қамыңды жасайды деді. Оппа, міне, ойында арамдық жоқ, мамамның қасқырға қой бақ деп тұр, қайдан білсін. Қағынған келін барын, скоро қағынған ұлыңда болмақ. Аз ғана қалып тұр мама. Мама, барсаңыздар барып қайтыңыздар. Бауырыңыз ғой, төбе көрсетпесеңіздер ұят болар деп қойып қалдым. Аударылып түсіп мақтана жөнелді. Менің құлыным ғой, ақылды өзі ақылды дейді. Ойбу, мам, дедім де ішімнен. Тапқан екенсіз ақылды ұлды. Ақылды болса өйстіп жүре ме? Өзіме 10 жас үлкен келіншектің бұтын аңдып, бірақ бұл менің балалығым еді. Осылайша арадан 3 күн өткенде үйде жалғыз қалдым. Ағамыз совхоз басшылығына алып, айналадағы фермаларға кетті. Енді маған жеңешемен ойнақтап ойқастанатын сәт туғанда еді. Бірақ мамам кеткен күннен бастап мектептегі жүнді жұмыстарына барғанда сұмдық хабар естідім. Сонау сенің көршің дейді, қаладан келген кассир кісіні өлтірген дейді ғой, естідің бе? Классымдағы бір бала тастөбемнен жай түскендей болдым. Өйткені мен үйден шыққанымда бұндай хабар жоқ еді. Жарты сағат өтер өтпес мынандай сұмдық. Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Ортаға алып шүйіркелесе кеттік. Жаңағы естігенім әкеме хабар келді. Сол кісі кассирді өлтіріп, өзі қашып кетіпті. Іздестіріп жатыр екен дейді. Қап, Құдай-ай, енді не болмақ? Жеңешемді аяп кеттім. Содан үйге қарай тұра жүгірдім. Жауын нөсерлетіп құйып тұр. Қалтамдағы кілтті еске сала бергенімде Сакош деген жеңешемнің дауысы шықты. Жалт қарадым. Өзі асығыс секілді, бері келші дейді, жыламсырап. Баруға дәтім бармай қаттым да қалдым. Өйткені Түремшік ағам үй ішінде мені аңдып отырғандай көрінді. Айтып болама, қашып кеп жасырынып жатқан болса, мен барып көріп қойсам, тірі куәгер деп жанымды жаһаннамға аттандырып жіберсе, және де ол заманда қазіргіде екінің бірі Түремшік емес, мыңның бірі шығар. Сосын Түремшік десе төбе шашымастық тұратын заман. Қалтыраған қолымны мен есікті ашып ішке зып бердім. Бірақ жеңешемнің жылаған даусына қайта өңілдім. Секунтай, келші бері көмектесші маған дейді. Енді бармасқа амал жоқ, үрке басып жақындай түстім. Көзінен үзілген жас екі бетін шайып жатыр. Секунтай, сенен өтініш, мынаны апарып анау жерге көміп тасташы дейді. Қорыққанымнан шегіншектей бердім. Қорықпашы, Сакон, бұл ағаң екеуміздің альбомымыз, ішінде біраз суреттеріміз бар. Ағаң ішіп төбелесіп бүгін бір кісіні жазымға қойыпты. Енді үйге сверчиктер келеді, солар көрмесін дегенім ғой. Сенен өтініп сұраймын, мына альбомды бір жерге көміп тасташы. Мен өте асығыспын, қалаға жүруім керек деп қолымнан төртбұрышты орамал ұстатты. Қарасам киіз сыртынан қалың целлофан оралыпты. Әскери альбом екен деп ойладым. Баяғыда ағаларымыз осындай альбомдармен әскерден келетін. Алдымен де огородтың бұрышына барып, тізеден қазып көміп тастадым. Жеңешем болса қалаға кеткен. Сол кеткеннен күректі атып ұрып үйге келдім. Ал асығыс кеткен жеңешем сол күні қайтып келмеді. Ертесіне тағы да төбе көрсетпеді. Осылайша арада 3 күн өтті. Жылап еңіреп мамам жетті. Сол хабардың бүге шүгесіне дейін белгілі болды. Ол бұлай болған. Әлгі ағамыз кассирді мінгізіп ауыл айналасындағы фермаларға шығады. Яғни біздің совхоздың малшыларына барып жалақы таратпақ. Содан ішкілікке жақын қалалық кассир сылқия тойып алып, ағамы тиісе бастайды. Сөз арасында сен түгі сенің үйіңдегі сұлу келіншегіңді деп намысына тиеді. Ашуға болыққан ағам бір жұдырықпен жалпитады. Кесапат кассир сол жерде жаны жай тауып үні өшеді. Басында ұйықтап қалды деген ағам көңіл бөлмейді. Бірақ біраз жүріп барып денеден жан жоқ екенін байқайды. Содан қорқып кетіп қаша жөнеледі. Қашқандай жай қашпай
қолына ілінген бір бума ақшаны ала қашады. Өйткені біледі, енді өзі түрменің төрінде шірейді. Болары болды ғой, енді келіншегім қор болмасын деп үйіне жеткізеді. Оны мына секундтай сарауыз көміп тастайды. Мұнысының өзі аз болмайды. Сол заманға 21.000 сом болады. Бұл менің жеңешемнің өмірінің соңына дейін жетеді. Осыдан соң өзі барып көлік маңынан табылады. Содан қолына кісен салынып кете барады. Тергеу амалдарында бәрінде мойындатып, тек ақшаны мойындамайды. Сөйтіп, бір айдан соң 14 жылда арқалап кете барады. Ал жеңешем болса сол кеткеннен мол кетіп, соттаған соң ғана келді. Мен сонда сағыныштан сарғайып, жанымды қоярға жер таппай жүрдім. Әйтеуір бір күні жарқ етіп есікті ашты. Үрпие қараған мамамды құшақтап алып еңірей берді. Басында шошып қалғаныммен жылап тұрған келінді көргенде мамам жібіп сала берді. Менің де қуанышымда шек болмады. Не дегенмен әдемі едің, жеңеше деймін. Сен болмағаны осы бір айда мына менің дүнием тар қапасқа айналғандай білесің ғой. Білсең ғой, бірақ білесің, мен саған тек төсек үшін емес, ғашықтық болған екенмін. Не деген сүйкімді едің өзің. Жарымжан еттің ғой мені, жаным жеңешем. Алайда өксігін басқан жеңешем үйде көп отырмады. Сөмкесін ақтарып кілтті тауып алып үйіне тартты. Ессіз ғана келіншек-ай, әдемісің өзің. Жынды байға тиіп бағың ашылмайтын болды ғой, деген мамам өз тірлігіне кетті. Төбесінен тақ түскендей болған секундтай қуанышын жасыра алмай төрде жатты. Содан біраз уақыттан кейін келіншек мамама жалынды. Апа, секунды жіберіңші, құлпымды тат басып қалыпты, есігімді ашылмай жатырмын. Ех, жеңеше, өзіңнің құлпыңды ешқашан дат баспайды, білесің бе? Оған мына мен жол бермеймін дедім. Ойымда міне осы ғана. Ұшып тұрып жетіп бардым. Ескі құлыпты бұзып, жарып ашып бердім. Алайда жеңешемнің жүзінен бұрынғы күлкіні де, еркелікті де көре алмай кері қайттым. Бірақ көңіл күйі әлі де жоқ шығар деп үмітімді үзбей жүре бердім. Күндер зулап өтіп жатты. Сөйтіп жүргенде шілденің ортасы болды. Жеңешемнен ешқандай хабар болмады. Содан байдың сотталғанына 2 ай өткенде барып жеңешем тіл бітіп, тәтті тілімен түйіре бастады. Өйткені мамам да бұрынғыдай үрке қарамай жылы қабақ таныта бастаған еді. Енді бұл өтсе де қайтса да шайға бас сұғатын болды. Маған дегенде көзқарасы өзгерді. Көмек сұрауы көбейді. Ойында түк жоқ, мамам мені тағы да итермелей түсті. Міне, сонда ғана мен сарғая күткен күн жақындап қалды. Содан бір күні мамамның апасы ауырып сонда тартты. Бір ауылда тұрсақ та қасында болайын деген сонда түнде. Үй арасы алыс болған соң барып кеп жүруді жөн көрмесе керек. Ал мұны білген татар жеңеше мені құшағына тартты. Таңертеңгі шайды ішіп болып мамамды жібергелі жатырмын. Өзім күн қызғанша деп огородта шоқшиғаным бар. Мамамның көңілінде кір жоқ қой сонда. Әй келінжан, секундқа қарап қойшы, мен 2-3 күнге келемін десем демесі бар ма? Сол күні менің әлі де есімде, 19 шілде. Тәп-тәтті жеңешемнің тәттінен алғаш рет бал татқан күнім. Оны қалай ұмытайын? Қысқасы басталды. Мамам үйден ұзай бергенде жеңешем жетті. Тасташы бәрін, Сакош, үйге жүрші, шай ішеміз деп қайта зып берді. Ұшып тұрып үсті басымды қағып аяңдай бердім. Кірген жерден оң жақта көтерме пол бар. Мойныма кеп асыла кетті. Не деген шапшаңдық десеңші. Мен жетем дегенше үй халатын киіп үлгеріпті. Алды сол ғой ашық. Ішінің әдемі гүлі бар көкшіл. Емшек қабымен көкшіл түрсейін киіпті. Көзің жауын алып тартып барады құрсын. Көйлекшемді шешіп атып ұрғанда мен тіпті есім кетті. Қос анары кеудеме тигенде өштім ғой, өштім.